саламатсыз ба? Менің есімім Мөлдір. Мен жасым 25-те, Шымкент қаласынан боламын. Бір қызым бар, есімі Мария. Туылғанда бәрі жақсы болды. 10 балдық көрсеткіш болды. Бала туылғанда сол бізде 8 болды. Ол айтты, жақсы деді, өте тамаша деп. Екпесін бәрін уақытылы алып жүрдік. 1 жасқа толғанда бізде бастады ларингит болып қалдық. Суық су ішіп қойды ма? Мен түсінбей қалдым. Ол кезде ыстық еді ғой. Может, кондердан болды ма деп ойладым да. Әйтеуір бізге ларингит деген диагноз қойды. Солай біз ауыра бердік. Қайттан 1 ай өтеді, қайттан ауырады. Солай біз бүкіл қыс бойы, бүкіл көктем ауырып шықтық. Қарап жүрдім, бүкіл дәрілерді, витаминдерді, сосын жаңағы DoroMarine'ді мен құрбым айтып қалды, ол алғысы келіп жүр екен де. Сосын сол есіме түсіп кетті. Соны страницадан жаңағы Инстаграмнан көріп іздедім. Сосын қарасам, енді танымал әншілер, танымал адамдар, қарапайым адамдардың бәрі отзывтар жақсы отыр да. Енді мен басқа балаға келгенде өтірік айтпайтын шығар деп ойладым енді өз басым. Солай өзім қалап жүрдім. Соны звондап көрдім, бәрін консультация берді. Содан DoroMarine'ді бастап кеттім. Қазір витамин ішеміз. Күшті витамин. Біріншіден мен балам іші қатып жүрді, үлкен дәретке қиналып шығатын. Екіншіден тамақта әрең жегізетін. 8 айлығында рахит деген диагноз қойылды ғой. Кальций жетіспеушілік деп, DoroMarine'де тоже кальций көп қой. Соны қабылдадық. Есімде жоқ. Күздің басы ғой. Қазір тем более қазір ауру, коронавирус шықты бәр. Соған байланысты алып көрейін дедім. Кішкене де болсын дайын жүрейік, сақтық шарасы ғой деп. Соны қабылдап бастадық. Сол аптадан бастап бізде іші қатуы дұрысталды. Оңай баратын болды үлкен дәретке. Екінші аптадан бастап тамақ ішу қалып тастады. Кез келген тамақты жейтін болды. Аппетит ашылды ғой деймін соған қарағанда. Сол 2 байқау өзгерісті мен сразу түсіндім. Осы DoroMarine'ді қабылдағаннан бастап, баламның денсаулығы оңға ұласты, өзгерді жақсы жаққа, ауырмайтын болды. Өз басым мен ала бергім келеді. Лучше жылына 100 мыңда шаршайын, чем ауырғанша деп жатырмын да. Ұнайды өзімізге DoroMarine. Болашақта біз әрдайым профилактика үшін ала беретін боламыз.